Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге инкубацияға арналған жақсы аппарат туралы айтып бергім келеді. Бұл көк түсті птицевод 64S инкубаторы. Егер сіз құс өсірумен айналыссаңыз, немесе балапан шығаруды алғаш рет қолға алғалы жүрсеңіз, бұл видео сізге міндетті түрде пайдалы болады. Мүмкіндікті пайдалана отырып, парақшаға тіркеліп, жаңа видеолар шыққанда дер уақытта хабар алып отыру мақсатында қоңыраушаны басып жазылуыңызды өтінемін. Алда әлі көптеген пайдалы ақпараттар, тәжірибелер болады. Мен сонымен ұдайы бөлісіп отыратын боламын. Бұл инкубаторды Каспий дүкені арқылы тапсырыс беріп сатып алдым. Бағасы да айтарлықтай қымбат емес, қолжетерлік. Мен тапсырыс берген уақытта 34 000 теңге шамасында болды. Жеткізу қызметі бәрі ұнады. Дер кезінде сапалы түрде жеткізіп берді. Ол үшін Каспий дүкеніне алғысымды білдіремін. Негізі мен бұл құрылғыны, аппаратты қалай қолдану керек жайлы ақпаратты іздедім жалпылай. Бірақ қазақша не орысша толық нақты нұсқаулық таппадым. Сол себепті осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Мен секілді іздеп жүргендерге көмегі тисін деген оймен бөлісіп отырмын. Енді птицевод 64S инкубаторының басты артықшылықтарына тоқталайық. Автоматты түрде жұмыртқа аудару жүйесі бар. Жұмыртқалар күніне бірнеше рет өздігінен айналады, қолмен аударып әуре болмайсыз. Встроенный овоскоппен жабдықталған. Жұмыртқаның ішінде эмбрионның даму процесін бақылауға болады овоскоп арқылы. Температура мен ылғалдылық цифрлық дисплей арқылы көрсетіледі. Ішкі желдеткіш температураны біркелкі таратады. Бұл балапан дамуына өте пайдалы. Ауа қызып кетсе, дыбыстық дабыл қосылады. Бұл инкубация процесінің қауіпсіздігін арттырады. 220 вольттық желден жұмыс істейді. Ал электр тоғы өшіп қалған уақытта 12 вольттық аккумуляторға қосуға болады. Яғни 12 вольттық аккумуляторға арналған қосымша шығысы бар. Жарығы өшкен жағдайда үздіксіз жұмыс істеу үшін. Бірақ бұл комплектте аккумулятор жоқ, оны бөлек өзіңіз сатып алуыңыз керек. Инкубаторда автоматты түрде орнатуға болатын басқа да құстардың түріне арналған бағдарламалар бар. Тауық, үйрек, қаз, үндік, бөдене және кептер жұмыртқаларына арналған функциялар алдын ала дайын. Тек түрін таңдап қойсаңыз жеткілікті. Сондай-ақ инкубатордың комплектісінде келесі қосымша керек жарақтар бар. Қол овоскопы, жұмыртқаның ішіндегі дамуды бақылауға арналған бұл қосымша овоскоп. Ал негізгісі жаңағы встроенный инкубаторда, ол қақпағында орнатылған. Кормушка бар, балапан шыққан соң азық салуға арналған ыдыс. Поилка, су беруге арналған. Ылғалдандырғыш бар, увлажнитель. Дұрыс ылғал деңгейін қамтамасыз етеді. Өндіруші бұл модельді 64 жұмыртқаға арналған дейді, бірақ өз тәжірибемде 50-55 тауық жұмыртқасы ғана сиятындығына көз жеткіздім. Бірақ бұл үй жағдайында немесе шағын фермада қолдануға өте ыңғайлы нұсқа. Мен бұл инкубаторды екінші рет қолданып отырмын. Шынымды айтсам, температураны жақсы ұстайды, балапан шығу көрсеткіші де жаман емес. Алғаш қолданғанда методым ошибок проб 50 жұмыртқадан 33 балапан шықты. Бұл мен сияқты алғаш бастаған шайнектерге және өте жақсы көрсеткіш деп білем. Яғни қолданғандағы дисплейдегі функцияларда қалай активация жасау керектігін білмедім. Сондықтан параметрлерін ручной баптадым қолмен. Ол үшін интернет желісінен жұмыртқа басу кезеңдері туралы ақпараттар алып, сол бойынша температура мен ылғалдылық деңгейін қолмен әр кезеңге сай реттеп отырдым. Ол кішкене енді әрине қиындықтар тудырады. Бірақ өздігімнен зерттеу барысында ғана әр құс түрінің инкубация процесін автоматтандыруды үйрендім. Жаңағы шұқылап отырып. Екінші инкубация кезінде, осы екіншісін салғанымда, тауық жұмыртқасының функциясын автоматтандырдым. Сол кезде түсіндім, что бұл процесті әлдеқайда жеңілдететін. Яғни әркез температура мен ылғалдылықты қайта-қайта тексеріп мазасызданбаймын. Оның үстіне аппараттың ішінде температура түсіп не көтеріліп кетсе, немесе ылғалдылықта ауытқыса, ол дабыл қағып мазасызданып кетеді инкубатор. Ал автоматтандырсаңыз, ол өздігінен процесті реттеп ұстап отырады. Тек жаңағы су азайғанда үстінен құйып отырсаңыз болғаны. Енді мына инкубатордың бөлшектеріне тоқталсақ, ол 5 бөліктен тұрады. Поддон, корпус, лоток жұмыртқаға арналған, вентилятор, қақпақ. Поддонды орналастырамыз. Поддонға бірден су құйып алған ыңғайлы.
Поддонның ортасына гүлге ұқсас судың буын шығаратын арнайы детальді орнатылады. Одан соң решетка тор қойылады. Оның үстіне жұмыртқа аударғыш лотокты орналастырамыз. Корпусты кигізіп орнатамыз. Лотокқа жұмыртқаларды саламыз. Жұмыртқалар еркін аударылуы үшін оларды тым тығыз қоймаған дұрыс. Қақпағындағы дабыл датчигі мен ылғал бөлетін құрылғыны тиісті тоқтармен жалғаймыз. Қақпақты жауып, инкубаторды тоққа қосамыз. Тиісті бағдарламаны бізде бүгін тауық жұмыртқасы болғандықтан, тауық жұмыртқаларына арналған режимді таңдап қоямыз. Алда су деңгейін уақытылы толықтырып, жұмыртқаларды авоскоппен тексеріп отырамыз. Мынау бізде влажность. Мынау 140 минутта жұмыртқаны айналдырады. Мынау ішіндегі температураны, влажностьті көрсетеді. Ал мынау біздің настройкамыз. Мынаны басасың. Ауысады, көрме, мынаны басасында температураны настроюға қосып, бұлай азайтуға болады. Сосын қайтып мынаны басасындағыны влажность настроить етесің, мысалы 72% или 1%. Сол. Енді мод дегенде басып тұрсаң қазір, мынаны көрдің ба, балапандардікі. Мынау тауықтікі десем, өзі автоматом тауықтікін настроить етеді. Одан кейін неңкі бар. Одан кейін мынау үйректің, қаздың, солай ауыстыра бересің мынаны. Мынау кептер, мынау қырғауыл, мынау өзің ручной настройкаларың. Мынау модты басып тұрып, біз жұмыртқа, тауықтың жұмыртқасын салдық, тауықтың аламыз. Ой, атаңа. Все. Біз автоматым тауықтікін қойдық. Тауық бірінші күні тауықтікі 38 градус болу керек та. Влажность өзі 60-тан 70-ге дейін болу керек. Бұл енді өзі күнде санап тұрады. Көрдің ба? Сөйтіп бірінші күні 38-де 60 болады. Мынау күні бірінші күн расчет бойынша. Сосын одан кейін дәл қазір 28 болып тұр, іші ысығасын 38-ге көтеріледі температурасы. Қазір 28-де 2 болды, көтеріп жатыр жайлап. А влажность 85 болып тұр, көп болып тұр су. Ондай кезде суын алып тастауымызға болады. Уже 139 минут болды, қазір 139 минуттан кейін автоматом жұмыртқалары айналдырады. Ашып көрсетейін. Балапандар осылай жатады. Қорытындылай келе айтарым, егер сіз сенімді, ыңғайлы әрі қарапайым басқарылатын инкубатор іздесеңіз, Птицавод 64S инкубаторы нағыз сәтті таңдау. Бағасы да, сапасы да көңілден шығады. Ал келесі бейнероликте инкубацияның екінші кезеңі жайлы толығырақ айтып беремін. Эмбрион қалай дамиды, қай жұмыртқа дұрыс, қайсысы бұрыс дамуда, қалай авоскоппен тексеріп, қажетсіздерін сұрыптап алуға болады. Осының бәрі сіздер үшін түсінікті тілде нақты мысалдармен болады. Жаңа видеоны жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жазыңыз, міндетті түрде жауап беремін. Видео ұнаса лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз. Айдың жүзі дөңгелек, айдың сырын кім біледі, қартайғанда бір келеді. Айдың жүзі мен келем, айгөлек ау айгөлек, айдың жүзі дөңгелек, айдай тұлға кезінде,